Мінекей құрметті YouTube қолданушылары, қазіргі уақытта сіздер тек қана пайдалы білімдермен ғана сусындайтын боласыздар. Дәл қазіргі уақытта мінекей менің телефонымның яғни жұмыс үстелі, рабочий стол. Осы жерден қарап отырсаңыз, міне сол жақ бетте чат GPT деп тұр. Чат GPT-ға кіреміз. Осындай чат GPT-ді App Store-дан, iPhone-дар App Store-дан, ал Samsung бар кісілер Play Market-тен жүктеп алыңыздар. Скачать етіп алғаннан кейін осы чат GPT-ді пайдаланасыздар. Бұл чат GPT не нәрсеге көмек беретіні туралы жаңағы видеоларымда айтып өттім. Чат GPT-дан кез келген нәрсені сұрақ қойсаңыз, соған жауап береді. Бұл жерде әрине міндетті түрде сыпайы сөйлесуді қажет етеді, себебі бұл нейрожелі, нейросеть солай жасақталып, солай құрылған бағдарламасының бәрі. Сондықтан сыпайы түрде сіз қарым-қатынас жасайсыз. Тек қана бұл жерде айта кету керек, жеке тұлғалар бойынша жауап бермейді, яғни жеке бір адамдар бойынша сұрасаңыз, яғни өзіңіздің әріптесіңізді, басқа біреулердің аты жөнін жазсаңыз, ол енді әрине құпиялық режим, бірақ одан басқа кез келген нәрсені сұрасаңыз жауап береді. Толыққанды, тіпті жіктеп, бөліп, барлығын цифрлап, 1, 2, 3 деп қаншама түрін жасап беруге болады. Осы орайда айта кету керек, мұғалімдерге бұл таптырмас құрал. Неге? Себебі мұғалімдер мысалға кез келген уақытта кез келген нәрсесін жазуына болады. Мысалға маған 70 сөзден немесе 200 сөзден тұратын әңгіме жазып беріңіз десең, ол қандай бағытта болу керек, соны жазасыз. Мысалға маған 200 сөзден тұратын Асқар мен Мейрамгүлдің арасындағы махаббат туралы деп, я болмаса екі дос туралы, ол осындай Қазақстан өлкесінде, Қазақстан Республикасында өмір сүрген деп, ол бойынша да бір 150 сөзбен әңгіме жазып бер, құрастырып бер десеңіз де сізге құрастырып береді. Бұны сондай-ақ тек қана мұғалімдер ғана емес, жалпы ютуберлер, яғни YouTube қолданушылары, қандай да бір контент жасайтын кісілер де осыны пайдаланса болады. Яғни кез келген бағытта, яғни біреу фантастикалық бағыттағы әңгімен жазып беруіне болады. Оның көлеміне қарай 5 минуттық роликке жазып бер десеңіз де болады, 15 минуттық роликке жазып бер десеңіз де жазып береді. Кез келген тақырыпта әңгіме құрастырып береді, повесть жазып береді. Және де кез келген сіз түсінбейтін бір нәрсені айтсаңыз, өміріңізде естімеген бір сөз, ол не сөз деп осы жерге жазсаңыз, сізге түрлі мағынасында айтып береді. Сондай-ақ мынау кеңседе жұмыс істейтін кісілер кез келген тілге литературно дейміз ғой, әдеби тілде аударып беруге көмегі бар. Мысалға бір мәтінді, тексті, я болмаса бір шығыс хат, кіріс хаттар болсын, сіздер осы жерге салсаңыздар, сол тексті, оны сіздерге қалаған тілдеріңізге аударып береді, және 99.9%-ға дұрыстап аударып береді. Ал 1%, 0.1% ол сіздің жеке мекемеңіздің өзінің жаңағы терминдік сөздер болады ғой. Болмаса мекеменің атауы, соларды ғана аздап қателесуі ықтимал. Бір-екі рет бірақ сіз аудармалар жасап, бұл нейрожелі жаттап алғаннан кейін сізді оны да дұрыстап аударып беретін болады. Бірақ 99.9% деген бұл үлкен көрсеткіш. Себебі Google переводчиктің өзі олай аудармайды. Әр кетсе бір 80-90% аударса, бұл 99.9%-ға аударып береді. Кез келген тілге аударып береді сіздің текстіңізді. Сондықтан ешқандай тілдік мәселеде бұл жерде проблема болмайды. Бұны өз игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Мінекей сөзіме тұздық болсын, яғни айтып отқан сөзіме дәлел болсын деген ниетпен қазір кез келген бір сөзді жазып көрейік. Оны бізге сол бойынша жазып береді. Мысалға маған Айдос пен мінекей Айдос пен Анардың достығы деп жазайық. Мінекей достығы туралы 200 сөзден тұратын әңгіме жазып беріңіз. Мінекей тапсырманы бердіңіз, ол одан ары қарай кез келген сізге жазып береді. 200 сөзден тұрады. Яғни бір сөйлемде бірнеше сөз болатын болса, ішіндегі әр сөз 200 ойын өздеріңіз түсінесіздер ғой. Міне Айдос пен Анар бала кезден дос. Олар бір көшеде тұрып, бір мектепке барған.
Айдос тыныш сабырлы бала болса, Анар жан жақты ширақ қыз. Екеуі үнемі бірге ойнап, мектептен кейін де бірге уақыт өткізетін. Міне осылай кез келген. Бұдан кейін міндетті түрде сыпайы сөйлесу қарым-қатынасын құрыңыз. Рахмет деп. Ол да сізбен сөйлеседі. Сізге де рахмет. Көмек қажет болса, қуана көмектесемін. Шығармашылығыңызға сәттілік дейді. Я болмаса кез келген нәрсені, мысалға мейлі кез келген принтер деген не деп қояйықшы. Я болмаса одан да басқа сөздер туралы түсіндіңіздер ғой. Соның барлығын сізге түсінікті қылып нақты жазып береді. Кез келген нәрсені Google-дан іздегенше осы жерден іздесеңіздер нақты жауаптарын айтып береді. Google-да бірнеше жауаптардың нұсқасын берсе, мұнда нақты қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, сол барлығын түсіндіріп жазып береді.